Қайырлы таң, құрметті көрермен. Жаздың жайдарлы күнінде керемет көңіл-күймен бағдарламаны бастаймыз. Бүгінгі мейманымыз Ғалияш Мақашева, отбасы психологы мен баланың қалыптасу кезеңін тізбектеп, ересектердің мәселелерін егжей-тегжей қарастырамыз. Сондай-ақ біздің журналистер дайындаған қызықты да пайдалы сюжеттерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше бастайық. Ғалияш ханым, қайырлы таң, көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Бүгін уақыт тауып бізге сұхбат беруге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі тақырыбымыз бала психологиясы, жалпы психология байланысты болғандықтан баланың алғашқы сауалымыз, енді баланың қалыптасу кезеңі туралы қойсақ, қазір баланың дамуына бір ерекше көңіл бөлініп жатыр дейміз. Енді болады, баланың ерте дамытатын ұйымдардың болу ол қалыпты дүние ме, және оның зияны бар ма? Осыдан бастасақ алғашқы сөзімізді. Мынандай нәрсені қарайықшы, біздер көп жағдайда не нәрсе істесек те, жақсы ата-ана болудың ең жақсы тәсілі бұл балалардың даму сатысын жақсы білу. Мысалы, қарапайым дүниелер бар. 7-8 айда бала, не істей бастайды? Әкесінен теріс айналып, анасына ғана жабыса бастайды. Немесе басқа адамдардан әжесіне де жоламайды, атасына да жоламайды, тек анасына бір жабысып алады, жатырқап. Сондайда теріс көзқарас қалыптасады. Анасы өзіне бүйтіп алған, мамасын әкесіне қаратпайды, әжесіне қаратпайды. Жоқ, ондай кезең емес. Ол баланың даму кезеңіндегі қалыпты жағдай. Ол айналасын енді ғана басқа адамдардан бөлек тұлға екенін өзінің енді ғана біліп жатыр. Енді ғана түсініп жатыр, сондықтан онда қорқыныш пайда болды. Одан кейін сол 7-8 айында, 9 айында балаларда бір әдет пайда болады. Мұрын шұқиды, көз шұқиды, ата-ана шашын тартады, түймесін қарайды, бетіп түрткілеп қарап отырады бүйтіп. Сондайда ата-аналар ойлайды, ойнап жатқан жоқ, ол зерттеп жатыр. Тағы да ол анасынан, әкесінен бөлек адам екендігін енді ғана біліп жатыр. Өзіне қарайды, зерттеп жатыр. Сол уақыттарда сіз одан кейін 1,5 жастық кризис деген бар. Баланы ешқашан біреудің қолына, біреудің үйіне қалдырып кетуге болмайды. Бізде аутизм деген ауру бар ғой, оны қайдан дамып жатыр деп айтамыз. Оның түрлі себебі бар. Мыңнан бір себебі оны бала әлі эмоциональный жағы байланысы әлі үзілмей жатып, ата-анасымен оны жұлып алып, әжесіне, атасына беріп кетуге болмайды. Өте сирек жағдайда, бірақ балалар ауру болып қалуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше 1,5 жасқа дейін, тіпті 2 жасқа дейін бала анасынан айырылмағаны дұрыс. Анасының жанында ең сенімді. Балаға өмірге келгеннен кейін бірден қорғаныс дейді ол. Қолын безіп созып қорғаныс. Яғни сол қорғанынан айырмаған дұрыс, физиологиялық дамуына мән берген дұрыс. Негізі ең дұрысында бұрынғы уақыттар білесіздер, 3 жастан асқан балаға ғана балабақшаларға апаратын болған. Ол өте дұрыс. Егер қазіргі уақытта тіптен болмай бара жатырсың, ең болмаса 1,5 жасқа дейін баланы жаныңызда ұстаңыз, 1,5 жастан кейін тек балабақшаға ғана апарыңызшы, басқа жерге әзірге апармаңыз. Қаражат керек, бизнес ашу керек, таңғалдыру керек. Қазір заман сондай болды ғой, таңғалмайды адамдар. Таңғалдыру үшін бір нәрсе істеу керек, барлық тәжірибені алып келеді. Сіз балаңызбен бірге бассейнға барыңыз, бірге жанында жүзіңіз, бірге. Сіз балаңызбен бірге сурет салуға барыңыз, бояуды бірге арт терапияға барыңыз. Сіз балаңыз бірақ бірге, егер шын дамытқыңыз келсе, ал оны апарып тастап кетіп құтылғандай болудың қажеті жоқ. Үйде жарамдылық мерзімі өткен дәрі-дәрмектер болса, қоқысқа тастауға асықпаңыз. Қазір оларды және өзге де қажетсіз дүниелерді қабылдайтын арнайы орындар бар. Олардың қандай қажеті бар? Толығырақ материалда. Көз тамшылары, жөтелге, қызуға, басқа да ауруларға арналған дәрі-дәрмек. Барлығының жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Оларды қоқысқа тастауға болмайды. Не істемек керек? Еліміздегі қоғамдық бірлестік дәріханаларға жарамдылық мерзімі өткен дәрілерді тастайтын арнайы жәшіктер орналастыру жобасын қолға алған. Әзірге қаладағы 2 дәріханада бар. Арнайы жәшікке салу үшін дәрілерді сыртқы қорабынан және блистерден босатып, целлофанға орап тастау қажет. Ал шыны ыдыстардағы сұйық дәрілердің қақпағын қатты бұрап салу керек. Исследование проведено по влиянию именно Полигондарда және жерасты суларында зерттеу жүргізілді. Онда дәрі-дәрмектің халық денсаулығына әсері анықталды. Зерттеу нәтижесі жарамдылығы өтіп кеткен дәрі-дәрмекті арнайы ұйымдарға тапсыру қажеттілігін аңғартты. Өкініштісі, бұған адамдар әзірге дайын емес. Бірақ менің ойымша, осындай жобалар жарамсыз дәрі-дәрмекті тапсыруға үйретеді. Қазір Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 2 жерде арнайы жәшік орнатылды. Біріншісі Қосшығұлы 17-дегі, екіншісі Ілияс Омаров 23-дегі дәріхана.
Біз шамамен 580 килограмм жарамдылық мерзімі өткен дәрі-дәрмектерді жинағанымызды атап өту керек. Олар арнайы ұйымға жоюға жіберілді. Сонымен қатар, қағаз өндірісі үшін жылда 13 миллион гектар орман жойылады. Ал макулатураны қайта өңдеуге тапсыру арқылы экологияға жақсы әсер ететініміз анық. Мысалға, 1 тонна макулатура 17 түп ағашты құтқара алады. Мен бастаған кезде макулатураның бағасы 5 теңге болған килосына, 1 килосына. Қазір 50 теңгеден асып тұр. Оның жаңағы несіне байланысты, качествосына байланысты, сосын сапасына, сосын объемына байланысты. Біз жаңа көбірек әкелетіндерді заинтересовать ету үшін жаңа бағасын көтеріп жоғарырақ береміз. Сондықтан қазір көбірек тапсыратын болды. Заводқа тапсыратын салмағымыз уже 200 тоннаға дейін жетті. Екіншіден, қаламыз таза болды. Қаламызда қазір байқасаңыздар мусор азайды. Ілгері дамыған сайын жасыл ортаға тигізер залалымыз көбеюде. Сол үшін де қажетсіз заттармен айналаны ластамай, пайдаға жаратып, екінші өмір сыйлайық. Ал мына ерте дамытатын ұйымдар туралы не айта аласыз? Енді Мысалы болады ғой, кешірім сұраймын, баланы таңертең спортқа береді, таңертеңнен суретке барады деген сияқты бөліп тастайды да. Баланың психологиясына әсер етеді ме деген. Оны қараңыздар, әрбір ата-ана ойлану керек сияқты да. Біздің бойымызда гормондар бар, оның біреуі кортизол деп аталады. Кортизол, стресс гормоны. Мысалға, сіз басшыңыз шақырып алды да 5 тапсырманы бірақ берді сізге. Мынаны жаса, мынаны жаса, мынаны жаса. Миыңыз айналып кетеді. Дұрыс қой, ойлана алмай қаласыз. Немесе кішкентай бала тақпағын жаттай алмай жатқан кезде ата-анасы ұрсады, айғайлайды. Айғайлап жатырған уақытта ол жаттаған тақпағында ұмытып қалады, бір шумағында алдында. Онда не көтеріліп кетті? Кортизол гормоны көтеріліп кетті. Көрдіңіз бе? Ол ойлана алмай қалды, ойлануға мүмкіндік болмай қалды. Сол секілді балаға да физиологиялық жағынан, психологиялық жағынан, эмоционалды оған нагрузка болады, егер оны алып анадан мынаған, анадан маған. Адаптация уақыты деген бар. Баланы спортқа бердіңіз ба, сол спортқа ол үйренгеншіге дейін 3 ай, 6 айға дейін, ол спортты қабылдағанға дейін, тренерге үйренгенге дейін оған қосымша тағы да әнге, биге бәріне. Бізде мынандай әдет бар, 1-ші сыныпқа барды, алғашқы уақытта оқушылар сарайы қай жерде үлгеріп қалу керек, бәріне қатар жазады. Көбіне бәріне қатар баласын жазатын ата-аналар, ол ата-аналардың өзі нереализованный деп айтайықшы. Сондай, олардың бір көкейінде армандары көп ата-аналар, өте орындалмай қалған. Соны баласының келбетінде көргісі келеді. Ал бала мына бір ортаға барып, ол адамға, ол ортаға үйренем дегеннен стресс алып тұрғанда, ол екінші ортаға барып тағы стресс алады, үшінші ортаға тағы стресс алады. Дамытпа деген сөз емес, баланың жас ерекшелігін ойлап отырып. Әсіресе 1-ші сыныпқа барған балаға, немесе 6 жас нейрондардың балалардың басындағы енді дамитын уақытында жұлып алып оны ана жерге мына жерге берудің қажеті жоқ. Өйткені мектеп деген өзі бала үшін жаңа дүние. Ал 3 жастағы балаларды өзінің ясы дамып келе жатырған кезде тағы да көптеген үйірмелерге бермеңіздер деп айтамыз. Неге? Өйткені 3 жаста бала жаңағы, егер 7-8 айында 1,5 жасқа дейін бала физиологиялық жағынан мен бөлек екенмін деген түсінген болса, 3 жастан бастап онда я деген, мен деген қалыптасады. Әкем ұрса алады екен, мен де ұрсам. Анам жылай алады екен, менде айғайлай алады екен, менде айғайлайды екен, менде де эмоция бар екен дегенді енді ғана шығарып келе жатады. Мен деген, мен жасаймын, мен істеймін, мен өзім. Сол уақытты біз жүйкесі тозған ата-аналар не істейміз? Басып тастаймыз. Мына бала мені тыңдамай баратыр. Мына бала тентек болып баратыр. Сол уақытта біз басамыз баланы 4 жасқа дейін жақсылап тұрып, одан кейін ол эмоциясын дұрыс шығара алмай тұншығып қалады. Ал енді сол балаларды үйірмелерге апарасыздар. Үйірмелерде бір ғана тәрбиеші, бір ғана мұғалім, оның жүйкесі шаршаған, ол 3 жастағы балалардың мен дегендерін көтере алмайды. Бәріне бір тәртіп, бәрін бір басады. Болды, отыр, жабыңдар ауыздарыңды, тыңдаңдар, қараңдар. Көрдіңдер ме? Исполнитель, орындаушыларға айналдырады балаларды.
Масалар ересектерден гөрі балаларды, қараторлардан гөрі аққұбаларды көбірек шағып, банан жеген адамға үйір болады екен. Табиғаттың жаратқан сан алуан түрлі жәндіктері жазғы уақытта мазаңдалады. Көгалға бармас бұрын алдымен қансорғыш жәндіктерге қарсы құралдарды өзіңізбен алып алған жөн. Бывают разные средства защиты. Жәндіктерден қорғанудың әртүрлі құралдары бар. Спрей, лосьон, крем. Ал сіз табиғат аясына баратын болсаңыз, бомбалы спрейлер жақсы көмектеседі. Сонымен қатар 3 сағатқа дейін әсер ететін балаларға арналған кремдер бар. Онымен қоса барлық жәндіктерден қорғайтын арнайы костюмдер де бар. Яғни москит торлы бас киім мен арнайы киім. Сондай-ақ буын аяқтылар мен жәндіктерден жаппай химиялық қорғаныс ұйымдастыратын арнайы ұйымдар бар екенін ескере жүріңіз. Олар өңдеген жерге су сеппеуге және жақындамауға кеңес береді. По гнусу истреблению в летний период. Химиялық тазалаудан кейін адамдарға 3 немесе 6 сағат жақындауға болмайды. Ал үй жағдайында жәндіктерден алдын алу мақсатында, яғни ұнтақтарды, қарындаштарды, базарларда сатып алатын препараттарды қолданыңыз. Мұндай химиялық сұйықтықтарды мамандардың кеңесінсіз қолдануға болмайды. Кей жәндіктер адам өміріне қауіп төндіреді. Мысалы, қарақұрт шаққанда 1-2 сағат ішінде адам қолы жансызданып, өліп кетуі мүмкін. Сол себепті удың таралуын болдырмай, жедел жәрдем келгенше әрекет еткен дұрыс дейді дәрігерлер. Шаққан жерде қызару пайда болады, эритема деп атаймыз. Ол бөртпе болады, теріден жоғары ісіңкіреп тұрады. Және де бірнеше минут өткеннен кейін ол жерде қышыну сезімі пайда болады. Алғашқы көмекке ең бірінші кіретіні зарарсыздандыру керек та, перекиспен, я болмаса хлоргексидин деген раствормен, немесе демексид қосылған растворлар алуға болады өзімен, немесе осы ас содасына ботқа тәрізді қою қылып, соның үстіне жағуға болады. Және де ең бірінші үлкен жәндіктер шаққан кезінде, оған біз суықтықпен қоса немесе мұз қоюға болады. Ғалымдардың айтуынша, күніне әлемде жәндіктердің 1000-ға жуық түрі пайда болады. Олардан қорғану жолдары да әртүрлі. Ал әзірге біз айтқан барлық қасан қағиданы ескеріп, жаздың жайдарлы күнінде табиғат аясына отбасыңызбен демалып қайтсаңыз болады. Жақсы, енді бала тәрбиесі айтып отырсыз ғой, баланы гендерлік көзқараспен тәрбиелеу дегенімізді қалай түсіндіре аласыз? Мысалы айтқанда, қыз бала болады, ұл баланың айналысатын спорт түрімен айналысқысы келеді, ұл баланың киетін киімін киеді, немесе ер балалар болады, маникюр жасағысы келеді, немесе балетке барғысы келеді деген сияқты, бокстың орнына деген сияқты да. Осыны қалай түсіндіре аласыз? Бұның астында қорқыныштыр ғой жалпы. Ата-ана тарапынан қорқыныштыр ғой. Ересек тарапынан. Ересек тарапынан. Мынандай нәрсе, маникюр жасауға талпыну дегеніміз ол мамандық, бір өнерді игеруге талпыну, балетке талпыну дегеніміз ол тағы да өнерге талпыну деген сөз. Киім кию, киімнің бір киюі, шалбар кию, басқа қылу, мысалға әйелді еркек, еркекті әйел қылып жібереді деген нәрсе емес. Еркек шора қыздар болады ғой? Жоқ, еркек шоралық мынандай, қыздың еркек шора болуының түбінде ата-ана тұрады. 3 қыз, 4 қыз дүниеге келеді, әке ұлды аңсайды, 3-ші немесе 4-ші туған қызды ұл бала ұлжан деп қояды, соны өзінің басындағы армандарын орындай бастайды ана баламенен. Боксқа береді қызбенен, боксқа береді. Немесе қыз бала дүниеге келген кезде әке-шешесі үнемі ұл тумадың деп бір-біріне деген кінәлауды айтып жүрген кезде, ана бала әке-шешесінің махаббатын қалайда алғысы келеді. Содан кейін ол не істей бастайды? Әкесінің көзінің алдында өзгере бастайды. Ұлға ұқсағысы келеді. Ол сияқты жүрсе, әкесі жақсы көре бастайды. Менің қызым ол сияқты деп, спортқа барса, о, менің қызым, бір ұлдың маңдайынан ұрса, о, менің қызым мықты. Сол кезде барып көңіл аударғанда, сол көңіл аударуын, махаббатын әке-шешесінің алу үшін қыз бала өзгере бастайды. Бұның ешқандай жақсылығы жоқ. Табиғатында қыз ба, қыз, ұл ма, ұл, 5 қыз болса да. Мынандай нәрсе бар да, қараңыз. Ұл болып туды ма? Қыз бала, қызы жоқ әйел адам, оның басына бантик тағып, немесе еріне бояу жағып ойнамау керек. Үстіне көйлек кигізіп, ерді ер қылып тәрбиелеу керек. Қыз ба, қыздың бірінші өміріндегі ер азаматы ол әкесі не ағасы. Әкесі жоқ болса. Ол не істеу керек ол қызды? Сипау керек, ханшайымдай тәрбиелеу керек. Сонда оның бойында әйелдік гормон привлекательности дейді, сол дамиды кішкентай кезден бастап. Сондықтан ол нәзік болып өседі. Ол қыз бала денесі 11-12 жасқа жетіп, оның дене тұлғасы өсе бастаған кезде, оның жап-жап бүкірейіп жүр, тық деген нәрсе болмау керек. Ата-ана өзін үйрету керек. Ер адамда, әйел адамда табиғи заңдылық
қызына ой қандай менің қызым көркем өсіп келе жатыр, қандай сұлу бой жетіп келе жатыр деген сөзді қыз бала есту керек. Қыз бала боқтық естімеу керек, қыз бала ер адамның алақанның ұрғанын көрмеу керек. Оның бәрі оның бойындағы гормонды бұзады. Сөйтіп бойында ердің гормоны, тестостерон көбейіп кетуі мүмкін, әйелдің бойында. Содан кейін ол жаңағыдай дүниелерге құмартып кетеді. Менде қазір сондай клиенттер бар, мысалға да жылайды алдымда отырып. Мен әйел болғым келеді, мен нәзік болғым келеді, мен шаршадым мына кейіптен дейді. Мен бұрын осы кейіпіммен әкеме жағатын едім, қазір әкемнің дүниеден өтті, мен кімге жағамын дейді. Құртпау керекпіз біз. Тағдырын құртпау керекпіз. Қызды қыз, ұлды ұл қылып өсіру керекпіз. Ал жаңағы қорқыныш неге туады? Бірінші кезекте әке мен шеше баласына жақын болу керек, жұртқа жақын болмау керек, жұрт не істейді дегенді ойламау керек. Өте көп тағдырлар, көршісі кеп зорлап кеткен баланы, ұл баланы, қыз баланы, ағасы кеп зорлап кеткен, өте көп жағдайларда үндемей қалған. Яғни бала тіпті зорламаса да денесіне қол жүгірткен жағдайлар болған. Бір жерде мысалы дүкеннен келе жатқанда, басқа қалғанда, нағашының үйіне жібергенде әке шешесіне айтса, әке шешесі туыстық қатынасты бұзбашы үшін ешкімге ештеңе айтпайды, жасырып өтеді. Ол байқамай осындай шығар, мынандай шығар, түсіндіңіз бе? Ол қыз бой жеткенде өзінен өзі жиіркеніп, ана кезінде өзін зорлаған немесе өзіне зорлауға попытка жасаған адамның бетіне қарай алмай бүйтіп отырады, боғып өз-өзін жек көріп, өз-өзінен жиіркеніп. Көрдіңіз бе? Содан кейін онда не пайда болады? Келе-келе жыныстық зорлыққа тартылған болса қыз немесе ол қарама қарсы жынысты адамнан жиіркеніш пайда болады. Түсіндіңіз бе? Сол бір себебі. Гормондардың бұзылуы екі себебі. Жаңағы әке мен шешенің әкенің қызды ұлға айналдырғысы келгені, тырысқаны, ұл қылып қана көріп жақсы көруге тырысқаны, шешенің қыз сияқты көрсетіп, қыз аңсап, оны қыз қылып тырысқаны сол ғана. Баланың қателігіне ешқашан бала кінәлі емес, ересек адам кінәлі. Басындағы триггерларын, өз травмаларын емдеп алған сау ата-ана сау бала тәрбиелей алады. Ноутбугыңыз ұзақ уақыт бойы қызмет ету үшін не істеу керек? Пайдалы кеңестерді келесі материалдан біле аласыздар. Бүгінде гаджеттер өміріміздің ажырамас бір бөлігіне айналды. Оларсыз жұмыс бітпейді, отбасылық кеш те қызықты өтпейді. Дегенмен кез келген қолданушы ноутбукты қалай күту керектігін біле бермейді. Сондықтан біз ұсынған кеңестерге назар аударыңыз. Компьютер начинает греться. Компьютер қызып салқындатқышы дірілдегені бұзылудың алғашқы белгілері. 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе жатқан құрылғыны тазалау кезінде салқындатқышты ауыстыруға тура келеді. Бұрын үй жағдайында ноутбук тазаламаған адамға YouTube желісіндегі видеоларды қарауға кеңес беремін. Ал оған сенімсіз болсаңыз, арнайы мамандарға немесе сервис орталығына жүгінгеніңіз абзал. Ноутбук үшін температура режимін бір қалыпта ұстау өте маңызды. Ол ыстық және қатты салқынды көтермейді. Сондықтан ауа температурасына үйренісуіне мүмкіндік беріңіз. Ал желдеткіші жақсы жұмыс істеу үшін оны тізеңізге, көрпе үстіне қоймаңыз. Клавиатураны бізге жоқ дегенде аптасына бір рет тазартып отыру керек. Мұны былай тазартамыз, ноутбугымыз бүйтіп аударамыз. Аударғанда, мысалы, мен үйде фенмен қолданамын. Феннің салқын желі болады. Феннің салқын желін қосамын, аз немен мөлшерде. Бүйтіп аударып, фенмен баяна үрлеген кезде көп шаң өзі түседі. Және де беткі экранды су салфеткамен сүртуге болмайды, ол қате. Өзінің арнайы моющий средстволар бар, специально экранға арналған, мен соны ғана қолданамын. Ноутбукпен жұмыс істегенде тамақтанбаңыз. Өйткені тамақ қалдықтары пернетақтаға түсіп, уақыт өте келе жұмысын қиындатады. Бастысы жиі тазалап, вирусқа қарсы бағдарлама орнатып, қажетсіз құжаттарды жойып отырсаңыз, гаджетіңіз ұзақ қызмет етері хақ. Мектептен берген үй тапсырмасына ата-аналар жиі араласып жатады, және бір таңғалдыратын дүние, ата-ана жұмыстан келе салып, үйге қандай тапсырма берді, неше алдың, неше баға деп сұрақ қояды да, оған не дейсіз? Ата-аналық билікті дұрыс пайдалану деген нәрсе бар. Ата-аналық билік
біздің қолымызда, ата ана болсақ, біз оны дұрыс пайдалансақ, біз бәріміз айтамыз, баламның болашағы үшін баламды ойлаймын, баламды. Бірақ біз баламыз арқылы өзіміздің теріс эмоцияларымызды шығарып аламыз, өзімізді құтқарып аламыз. Өйткені бастыққа біз теріс эмоция көрсете алмаймыз, баламызға көрсете аламыз. Бағасын сұраудың, бағасына бүйтіп жабысудың баланың 3 себебі бар ата анада. Біріншісі ол синдром отличника, өзі кезінде отличник болған, исполнитель болған. Ол бір шектеуден өзі шыға алмаған өмірден, өзі бағаланумен ғана өмір сүріп келе жатыр. Біреулердің өзін өзі бағалай алмайды, біреулердің бағалануына тәуелді. Мысалға, ол маңызды ол үшін. Мен айтпаймын, отличниктердің бәрі сондай деп. Кейде өз бетімен талпынатындар бар, индигалар бар мысалға да, өздерінің жан-жақты. Бірақ расында да талай зерттеулер барлық пәнді 5-ке оқу мүмкін емес екендігін айтқан. 5 пәнді 5-ке оқыса, 7 пәнді мұғалімдер бір-бірімен келісіп қойып береді. Одан кейінгі нәрсе, ол 3-ке оқып, кезінде 2-ке оқып, мұғалімнің түрткісіне айналғандар. Анау арман қалып қойды баста. Кезінде мен жақсы оққанда, мен ондайға жететін ем, кезінде мен жақсы оққанда, мынандайға жететін ем. Содан кейін ойлайды, анау мен жақсы оқу үшін мен кезінде талай мұғалімдермен табаландым, сыныпта табаландым, шеттетілдім, енді менің балам шеттетілмесін, өйткені 5-ке оқысын деген талпыныс. Одан кейінгі өзінің ішкі теріс эмоциясын шығару. Осы ішкі теріс эмоциясын шығаруға айтайын, жаңа ғана айта бастаған. Жапония елін алайық, Нидерландыны алайық, Англияны алайық, олардың психологтардың, кабинеттік психологтардың басты клиенттері олар ер адамдар. Оларда дұрыс тізбек қалыптасқан система отбасылық. Қалай дейсіз ғой? Кішкентай бала. Ол эмоциясын игере алмайды. Мысалға кафеге келеді, қашан тамақ келеді деп. Ол уақытта жабылсын, отыр тыныш, ұят болады, жан-жағыңа қара дейді. Негіз бар оларда, оның аузын жауып. Барып, ана даяшыдан сұрап келуге қанша уақытта дайын болады. Сіз самостоятельностьқа үйрете бастайсыз оны, еркіндікке. Ол барады, сұрайды, айтады 20 минуттан кейін. Таймерін қойып қой, телефоныңды қазір кезген балада. Сосын 20 минуттан кейін. Ол бала уже қойып қойды, өзімен өзі. Уже уақытын сізге қарамайды, ол уақытқа қарайды. Уже ойнап, өзімен өзі отыра береді. Сол ғана соны істеуге қорқамыз біз. Танымайтын айтылады жан-жағыңызға, біреулерден қорқып отырамыз. Тез арада ескі көлігіңізді сатып, жаңарту керек. Ал сату мен сатып алуға кететін уақытыңызды үнемдегіңіз келсе, трейдинг жүйесін көріңіз. Жалпы ол пайдама әлде тәуекел ме? Келесі сюжеттен білейік. Соңғы жылдары трейдинг бағдарламасы танымал бола бастады. Оның көмегімен автосалонда ескі көлікті қосымша төлеммен жаңасына ауыстыра алады. Кететін шығындар мен құжат мәселесімен бас қатырмайды. Трейдинг жүйесі ол адамдың өзінің жеке уақытын үнемдеуге өте жақсы қолайлы деп ойлаймын. Мысалы, біз мынандай автоцентрға келген кезде өзіміздің машинамызды 15 минуттың ішінде көрсетіп, ол машинаға баға беріп, одан кейін өзімізге ұнаған автокөлікке қосымша ақша төлеп, ләзде ғана тез уақытта біз оны жұмысымызды бітіріп кетіп қала аламыз. 3-ші рет келіп отырмыз, өте тиімді. Автокөлікті өткізген кезде аз баға бермейді, минималды мөлшерде есептемейді. Олар бағаны орташа есеппен есептейді. Ол сізге де қолайлы. Егер де сіз мысалы жай рынокта сататын болсаңыз, онда о жердегі бағамен салыстырмалы түрде бір 200-300 мың сіз бәрібір түсіресіз. Бұл қызметтің кемшіліктері де бар. Автоорталықтарда көлігіңізді нарық бағасынан төменге сатып алады. Сонымен қатар жаңа көліктер де аз. Ал артықшылығы ретінде бір күн ішінде сату мен сатып алу үрдісі өтеді. Әрі жаңа көлікке жеңілдік берілетінін атап өтсе болады. Қазіргі таңда трейдинг арқылы қабылдап жатқан көліктер бізден 76 бөлім бойынша тексеру жұмыстарына өтеді. Оның ішінде атап айтатын болсақ, көліктің шанағы, қозғалтқышы және де көліктің аспасы тиянақты түрде тексеру жұмыстарына өтеді. Тексеру барысында табылған ақаулар қалпына келтіріліп, сату алаңына шығаруға біз рұқсат береміз. Біз ескі автокөлікті сатып аламыз. Компания оны рәсімдеп, тіркеуге қойып, сатып алушыға табыстайды. Адамдардың жолда жаңа көлікпен жүргенін қалаймыз. Ескісі тез сынады. Оны жөндеуге көп қаражат кетеді. Оның үстіне тозған көлікпен жол апатына ұшырау мүмкіндігі көбірек. Сонымен қатар жаңасына 3 жылдан 5 жылға дейін жөндеу жұмыстары жүргізілмейді. Сонымен қатар трейдинг жүйесімен жаңа үй иесі атануға да болады. Тұрғын үй компаниялары нарықта жоғары бағаланатын пәтерді жаңа үйге ауыстырады. Бұл тиімді шешімдердің бірі.
серіктеспен босану, иә, былайша айтқанда партнерский роды деп жатамыз ғой. Бұл қазір енді сәнге айналып бара жатыр. Батыстан келген дәстүр ғой, былайша қазақта ондай менталитет болмаған десек болады. Бұған не айтасыз? Бұл дұрыс па жалпы шешім? Серіктеспен босанудың басты себебі о баста шығарған нәрсе әйелдердің еркектер қадірін білмей бара жатыр. Әсіресе әйелдерге босану деген нәрсенің қаншалықты қиын екенін еркек адам көзімен көрсін деген мақсатта ғой. Жалпы да. Бірақ сіз ана жерде жаңағы нетін кешіріңіз, дөрекі айтайын, енді шабыңыз айырылып, бір бала шығармақ түгіл жатырыңыздан, 10 бала шығарып жатсаңыз да қадіріңізді білмейтін еркек білмейді. Бәрібір де білмейді дейсіз ғой, қиналып жатқанды көрсе. Білмейді, бәрібір де білмейді. Шынымен де. Мен айтар едім, біздің қазақтың ғана жігіттері емес, жалпы жігіттерге, ер азаматтарға сол партнерский родаға барып керегі маңызды емес. Шыны керек. Мүмкін анасы болсын қасында, әпкесі болсын, дәрігерлерге сенбейтін болса, мысалға, әртүрлі жағдай бар ғой. Мысалға, более внимательно қарасын дейтін болса. Бірақ еркек адамға барып қажет жоқ. Бірінші, әркімде әртүрлі ой қалыптасады. Біреу, жаны шығып бетіп аяйтын шығар. Екіншінде жиіркену пайда болады. Жиіркену пайда болады. Сондықтан да әйелді мына кейпінше сақтасыншы. Еркек адам сыйлайын десе, ол әйелдің аяғы ауыр ма, ол бала туды ма, туған жоқ па, сыйлайды да жақсы көреді де. Еркек адамдар өзі сондай негізі. Олар шын жақсы көрсе, мына жеріне бір нәрсе түсті ма, олар жасқа да қарамайды, түрге де қарамайды. Олар сыйлады ма, тек әйелдер, кейбір әйелдер бар мынандай. Отбасында әкесі табалаған, таптаған, немесе ағалары табалаған, таптаған, жалпы ер адамдарға деген бір жиіркеніші бар болады да, қыздар. Олар агрессивті болады. Олар сөз көтере алмайды. Қит еткен нәрселерді, мысалға, бірден өзіне тікелей алып тұрады. Тіпті олар ойынды да көтере алмайды. Сосын линейный, нелинейный деген бар. Әйелдің даму психологиясы мен еркектің даму психологиясы екі түрлі. Еркек бір жұмысқа кірісіп кетті ма, ол баланы дамытады, отбасын дамытады, басқа нәрсені туысты дамытады, тек жұмыспен ғана болады. Кірісіп кетеді. Сол жұмыстан босағаннан кейін ол үйге келеді, оянады ол. Ал әйел бір сәтте күшті келін болғысы келеді, күшті подруга болғысы келеді, күшті мама болғысы келеді, күшті әйел параллельно ойлай алады ол. Көрдіңіз бе? Екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Ал әйелдер кейде еркектердің сондай болғанын қалайды. Ол мүмкін емес жағдай, табиғатты өзгерте алмайсыз. Ондай болса келісіңіз барына. Соның айналып келген кезде айтайын дегенім, партнерский родаға бармай-ақ қолдаңыз әйеліңізді, тыңдаңыз, жақсы көріңіз, қамтамасыз етіңіз қолдан. Болды. Ана роддомға кіргізіңіз, аман есен, алып шығыңыз. Сол дұрыс сияқты. Ал менімен бірге осы процесске қатыстайтын таңдауды сыйлау керек. Таңдауды сыйлау керек. Таңдауды сыйлау керек. Әйел адамға сол нәрсе не үшін маңызды болып тұр қатты? Ол оның қатты капризма, яғни ол жақсы көрудің шегін көтере алмай тұр ма? Ойлансын әйел. Жалпы осы ажырасқанда ортада бала қалып қалу ең жаман дүние осы ғой. Осындай кезде балаға қалай естірту керек? Ажырасу жайлы. Ажырасу жайлы. Негізі айтқан дұрыс па? Неше жасынан бастап айта бастау керек? Және өз-өзін осы адамдар қалай ұстау керек? Ұрысып, төбелесіп, чемоданды жинап, екі жаққа кетіп қалған кезде бала туралы мүлде ойларына кіріп шықпайды. Өйткені өздерінің қиындықтарын істеп жатады, қиындықтарымен арпалысып жатады. Бұның артында үлкен травма жатыр. Мен айттым, тағы да балалық шақ бізден ешқайда қашып кетпейді. Ол біздің көкейім, мына жерімізде қалады. Бір жігіт жақсы отбасы болып өмір сүріп жатады да, баласы 6-7 жасқа толып қалған уақытта өзінің отбасынан өзі қаша бастайды. Тұрғысы келмейді. Сылтау табады. Әйел мынандай болды, мынандай бір нәрсе, үйде шу, мынандай. Әйтеуір сылтау тауып, жаймен. Тұрғысы келмейді бірге. Оның басқа таңдап болған әйелі де жоқ. Соны түсінбейді, неге екенін. Кейін психологқа келіп қаралған уақытта оның әкесі тура сондай 6 жасында кетіп қалған екен. Ол 6 жасында қатты қиналған екен. Қатты сағынған, түсінбеген, жылаған, қиналған, 2-3 жылға дейін сөйтіп өзін өзі егере алмай. Әр мұғалімнен, әр тренерден әкенің жылуын күтіп деген сияқты бір махаббат күтіп, әкесін сағынып ренжі болған. Сол состояниені баласынан ол бұған дейін
2 жасында қандай, 3 жасында қалай болды, солай өзінше тәрбиелеп келе жатты ғой енді. Ана жерге келген кезде ол застрял. Тұрып қалды уже, ары қарай қалай білмейді. Өйткені өзі сол жаста қиналды, и баланың да солай қиналады деп ойлайды. Бірінші кезекте бала мынау жатын бөлмеде болып жатқан жағдайды білмеу керек, естімеу керек, баланы куә қылмау керек. Екінші кезекте әке ер баламен түсіндіріп сөйлесу керек. Мен сендермен бірге тұра алмаймын бұдан кейін, бірақ мен жиі келіп тұрам, сендер мен үнемі балам болып қаласыңдар деп. Бірақ көп жағдайда мен сізге айтайын, тағы да психологиялық дүние, еркек баланы әйел арқылы жақсы көреді. Көп жағдайда, өте сирек жағдайда, бір 10% шығар, әйелді қаламай, әйелін жақсы көрмей, балаларын тікелей жақсы көретін әкелік махаббат ойын. Әйелді жақсы көре ма? Балаларын жақсы көреді. Әйелге ынтасы кеп тұр ма, қалап тұр ма сол әйел, ол балаларына кеп тұрады. Балаларын сылдауратып, әйелге кеп тұрады, әйеліне кеп тұрады өзі. Ал еркектің ой басқа әйелге бөлінді ма, басқа әйелге үйленді ма, болды. Оның өмірінде ол бірінші әйелі де, балаларды өшіріледі. Солай, ол табиғаты солай қалыптасқан. Еркек баланы әйел арқылы жақсы көреді, әйел баланы тікелей жақсы көреді, жатырынан шықты. Сондықтан да еркектерді обязать ете алмаймыз. Ол нәрсе еркек жаңағыдай жағдайда ажырасып кеткен кезде анасы, әкесі бәрі іздеп отыру керек немерелерін. Немерелерін іздеп отыру керек, немерелермен хабарласып отыру керек, байланыста болу керек. Ол міндетті түрде материал. Әйелдер мынандай нәрседе ажырасып кетеді, еркекке ызасы бар ғой. Тек материалдық талап ете береді, материалдық талап ете. Ал ол жай келіп, қалтасында бір тиын жоқ. Жай келіп баламды көріп, есіктің алдына айналып жүріп қайтқан шейін ол есепке алынбайды. Хотя сол нәрсе бала үшін маңызды. Маңыздырақ, иә? Өте маңыздырақ. Баласын спортқа алып барсын, иә? Баласымен бірге сөйлессін, мысалға да. Телефон деген бар ғой, мектебіне хабарласын, жиналысына барсын. Ол үйінен кеткенмен, мектептен кеткен жоқ қой. Әкелік деген міндеттен кеткен жоқ. Мен әкесімін деп жиналысқа барсам, сіз ажырасқансыз ғой деп айтпайды ғой. Дұрыс па? Сондықтан да байланысты үзбеу керек. Бүгін біз халықаралық туризм және меймандостық университетіне келдік. Түркі елінің рухани астанасы Түркістан қаласында орналасқан білім ордасымен бірге танысайық. жылы халықаралық туризм және меймандостық университеті құрылды. Жоғары оқу орнында Қазақстанның барлық өңірінен келген дарынды жастар білім алуда. Елімізде де, шетелде де сұранысқа ие болатын білікті мамандарды даярлау білім ордасының басты міндеті. Елбасымыздың бастамасымен ашылған халықаралық туризм және меймандостық университетіне қош келдіңіздер. Сіздерді біздің университетпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше алдымен біздің осы университеттің негізгі мақсаты, негізгі бағыттары жайлы ректорымыз Советина Майнурадан сұхбат алсақ. Жақсы. Добро пожаловать в наш университет. Сәлеметсіздер ме? Университетімізге қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге білім ордамызды таныстыруға қолайлы мүмкіндік туып тұр. Жақсы. По инициативе Елбасы и в соответствии с поручением главы государства Елбасы мен мемлекет басшысының тапсырмасы және үкіметтің қаулысы бойынша халықаралық туризм және меймандостық университеті құрылды. Білім ордасының Түркістан қаласында орналасуы бекер емес. Түркістан түркі әлемі елдерінің рухани астанасы екені баршамызға белгілі. Бұл қала Қазақстанның ғана туризм ордасы емес. Сонымен қатар әлем елдерінің де туристік орталығы болмақ. Шаһарымызда білікті мамандар жұмыс істеу үшін университетіміз кадрларды даярлайтын орда ретінде құрылды десек те болады. Университетіміз Қазақстандағы туризм саласындағы ең алғашқы салалы жоғары оқу орны. В Казахстане наш вуз является первым профильным вузом в сфере туризма. Мемлекет туризм саласының дамуына аса мән беретіндігін білеміз. Еліміздің туристік саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасында білікті мамандарды даярлау басым бағыт екені айтылды. Яғни осындай университет ашу керектігі айқын болды. Сонымен қатар бізде біліктілік орталығы бар. Онда біз мемлекеттік қызметкерлерді даярлаймыз. Қазір Түркістан облысы ішкі істер департаментінің өкілдеріне даярлық курстарын өткізіп жатырмыз.
Центр компетенции – это совершенно инновационный центр. Орталық халықаралық туризм және меймандостық университетінде инновациялық орталық ашылды. Ол біліктілік орталық деп аталады. Түркістан қаласында ашылғаны жайдан жай емес. Орталығымыз 1 жылдай жұмыс істеп келеді. Мұнда Түркістан облысы полиция департаментінің мыңдаған қызметкерлері оқиды. Қазір олар туризм саласын тереңдетіп оқып жатыр. 4 түрлі модуль бойынша білім алуда. Бірінші модуль бойынша мәдениет пен туризмдегі этика, екіншісі ағылшын тілі, ал үшінші модуль бойынша түрік тілі оқытылады. Түркістан қазір түркі әлем елдерінің астанасы болып саналатындықтан және көп турист келетіндіктен осы пәндерді өтеді. Ал 4-ші модульде Түркістан қаласының және облысының тарихын оқиды. Университетімізде 2 білім беру бағдарламалары негізінде мамандықтар даярланады. Бірінші қызмет көрсету саласы бойынша, оның ішінде туризм және қонақжайлық индустриясы, халықаралық және ішкі туризм, экскурсиялық туризмді ұйымдастыру, туризмдегі дестинация менеджменті, сонымен қатар қонақ үй және мейрамхана ісі бойынша. Және екінші бағдарлама бойынша айтып кететін болса, ол дене шынықтыру және спорт, яғни мұғалімдерін даярлау. Осы бағытта біз жыл сайын білімгерлерді қабылдап жатырмыз. Биылғы жылы 800 грант беріледі. Оның ішінде 700 жаңағы қызмет көрсету саласы бойынша курстар ашылды. Және де бізде үлкен ғимараттар, яғни оқу корпусы ғимараттары, сонымен қатар жатақханалармен қамтылған. Студент, обучаясь в стенах нашего университета, получая образование... Студенттеріміз университет қабырғасында оқып жүріп, білім ордасының іс-шараларына белсенді қатысады. Мысалы, жақында ғана белгілі ақын Абай Құнанбайұлы Жамбыл Жабайұлының мерейтойларына арналған кеште өнер көрсетті. Білім алушыларымыз дарынды, өлең оқиды, ән салады, сонымен қатар спортпен де айналысады. Университет аралық ойындарда, олимпиадаларда топ жарып жатады. Айтпағым, Түркістанда студент өмірі қызық әрі белсенді өтеді. Поэтому жизнь студентов в Туркестане, она очень активная. Бұл біздің активі зал. Біз белсенді студенттер көп уақытымызды көбінесе осы жерде өткіземіз. Сонымен қатар бұл жерде пресс-конференциялар болады. Осы мәдени жағынан, тарихи жағынан көбінесе іс-шаралар, семинарлар, тренингтер көбінесе бізде осы жерде өтеді. Яғни бұл жер бір қоғамдық ұйымды ұйымдастыратын бір орын болып саналады. Жүріңіздер сіздерде. Келесі кезекте кітапханамен таныстырсақ. Бұл біздің университетіміздің кітапханасы. Бұл кітапханада электронды форматтармен жинақталғанда 2,5 мыңнан астам кітап түрі бар. Бұл жерде негізі туризм, қонақжайлық, спорт түрлерінің кітаптарымен қамтылған. Негізі біздерге көбінесе қарап тұрғанымыздай заманауи жабдықтармен жабдықталған. Бізде студенттерге ыңғайлы болу үшін осы кітаптарды электронды форматта оқи аламыз. Активно сотрудничаем с зарубежными вузами. У нас есть более 20 международных договоров и меморандумов. Шетелдік жоғарғы оқу орындарымен ынтымақтастық орнатып, ұдайы түрде байланысып отырамыз. Еуропа мен таяу шығыс елдерінің оқу орындарымен 20-дан астам келісімшарт пен меморандумға қол қойылған. Олардың ішінде Францияның Анже, Португалия елінің Алгарве және Орталық Азия университеттері де бар. Очень сильно заботимся о профессиональной подготовке, практической подготовке наших студентов. Біз студенттердің кәсіптік практикасына аса мән береміз. Сондай-ақ білім алушыларымыз Анталия білім университеті мен Рексіз қонақ үйлерімен бірге Abutel Tourism Experiential Learning Program бағдарламасы бойынша байқаудан өтті. Abutel – это Tourism Experiential Learning Program. Мы отобрали 50 студентов, тщательно был отбор. 50-ден астам студент іріктелді. Әрине, білім үлгерімі де ескерілді. Шығынның барлығын дерлік түріктер өтеді. Білім алушыларымыз үшін бұл үлкен қонақ үйінде тәжірибе жинады. Түркияның ең мықты қонақ үйінде тәжірибе жинады. В гостиницах Риксос в Турции и приобретут практические профессиональные компетенции, навыки. Біз халықаралық туризм және меймандостық университеті студенттері қазіргі таңда Түркия мемлекетінде атақты 5 жұлдызды Риксос отельдер жүйесінде оқу практикасынан өтіп жатырмыз. Түркия мемлекетінде оқу менің арманым болатын.
міне қазіргі уақытта мен халықаралық туризм және меймандостық университетінің арқасында армандарым мен мақсаттарыма жетудемін. Мы считаем, келешекте жұмысқа орналасуға септігін тигізетін әрі халықаралық деңгейдегі тәжірибе жинағысы келетіндер үшін таптырмас мүмкіндік деп ойлаймыз. Жалпы біздің университетте 3 шоурум бар, және де 13 санаттағы қонақ үй бөлмелері, және де бір премиум санаттағы ресторан и бір кафе бар. Біз теория жүзінде өткен сабақтарымызды осы практика жүзінде осы шоурумда өткізе аламыз. Сіздердің алдарыңызда 4 жұлдызды санаттағы VIP қонаққа арналған бөлме. Полигонда халықаралық стандартқа сәйкес білім алып, өзіміздің алған білімімізді практика жүзінде көрсетіп, қай заттар қай орында тұрғанын көре аламыз. Қонақты қалай қарсы алу керек екенін осы жерде үйрене аламыз жүзінде. Біздің университеттің полигонында басқа да отельдердегілердей стандартты бөлме бізде осылай жабдықталған, және де стандартты бөлме ең қажетті заттармен ғана жабдықталады. Мысалға алғанда төсек орын, шкаф, диван және де тумбочка. В нашем университете разработали стандарты гостеприимства. Как вы знаете, наряду с международными стандартами гостеприимства. Білім ордамызда қонақжайлықтың стандарттары ойлап табылды. Батыстан келген қонақжайлықтан бөлек, қазақтың қанына біткен қонақжайлық бар екенін білесіздер. Сондықтан қонақжайлықтың негізгі элементтеріне сыпайылық, мейірімділік кіреді. Біз әр туристі қонақ ретінде қарсы аламыз. Потому что туриста мы прежде всего рассматриваем как нашего қонақ, мы говорим, как нашего самого большого гостя. Бүгінгі таныстығымызды дәреже, сапа, мүмкіндік деген 3 сөзбен қорытындылар едім. Халықаралық дәрежедегі оқу ордасы студенттерге сапалы білім беріп, үлкен мүмкіндіктер есігін ашуда. Енді Google апамыздың айтуы бойынша психологқа жүгінудің негізгі 3 себебі бар екен ересектерден, иә. Біріншісі өз-өзіне сенімсіздігі, ер адамның. Екіншісі төмен самооценка, үшіншісі өз-өзін қабылдамау дейді. Бұған қандай тұжырым айтасыз? Кім айтты оны? Google апамыз айтты. Google апамызды жіберіңізші маған. Ол үшеуі бір проблема ғой. Сіздің рейтингіңіз бойынша қандай? Бұл енді Google апаның рейтингісі екен. Сіздің ең көп келетін проблемалар ересек адамдардың айтып келетін. Ересек адамдардың айтып келетін бірінші себебі мен бала травмасы туралы өте көп қозғаймын. Аналар, әкелер көп оянады. Балаларыма не жасап жатырмын дегенді ойланады. Бірінші кезек келетін ата-ана ретінде келеді, балама травма неге салып жатырмын? Неге мен осындаймын деп келеді. Бірінші кезекте мен өзімді игергім келеді. Бұл біріншіден. Екіншіден жаңағы самооценка төмен. Сол туралы қыздар, жігіттер келеді көбіне. Жастар келеді. Одан кейін өзімнің теріс эмоциямды игере алмаймын. Ашуымды егер алмаймын деген сияқты да, осындай нәрселер. Теріс самооценканың төмендігіне барлық нәрсе келеді. Внешний вид деген сияқты басқаны бәрі кете береді. Одан кейінгі тағы бір себебі ол адамдармен қарым-қатынас. Адамдармен қарым-қатынасты қалыптастыру, коммуникация дейді ғой. Адамдармен қарым-қатынаста бір қорқынышым бар, немесе адамдармен қарым-қатынаста бір шыдамсыздығым бар деген сияқты. Енді себеп, психологқа келетін себептер енді әртүрлі. Өміріңізде қандай кедергі бар? Мен білмеймін, мен түсінбеймін өзімді деген, соның бәрімен келе береді. Тағы бір бізді қызықтыратын дүние, әр адамға бейімделіп, әртүрлі адаммен, әртүрлі досымен, жұмыста әртүрлі болатын кейіптегі адамдар бар. 200 дейді ғой, біз былайша айтқанда. Олар интеллекттің жоғары болғаны ма, немесе шынымен 200-лік па? 200-мен дипломатты шатастырмайық. Дипломат адаммен 200 адам шатастыруға болмайды. 200 адам мынандай болады. Мысалға, сіз оның досысыз, бірақ сіз өте қарапайымсыз, ол сізбен керкиіп сөйлесіп отырады, сіз ойлап отырасыз, енді ол керкиген деп эгоизм дейді ғой, енді эго көрсетіп отырады. Эго деген сөздің эгоист адамды көрдіңіз бе? Ол қорқақ адам. Эгоисттің артында бір қорқыныш тұрады. Ол қорқыныштың аты табалану, унижение. Ол кезінде бір табаланды, тапталды, ол нәрсе қалып қойды оның санасында. Ол бір жетістікке жетті күшпен бәріңе дәлелдеймін деп.
дәлелдеді, жетті, енді ол эго кейпін киіп алды, артында оның қорқыныштары. Көрдіңіз бе? Сол өзінше кер киіп отырды ма ол сізге? Одан да жоғары немесе оның күні түсетін адам келді, оның мінезі бірден өзгеріп шығады сол сәтте. Кәдімгідей күліп, сізге күле алмай отырған қанша сіз күлдіргіңіз келсе де. Ана жерде ол керемет жалпылдап кетеді. Ол екіжүзділік. Ал енді дипломаттар болады. Дипломаттар. Немесе кейбір адамдар бар, мысалға жұмыста. Мысалға да әркіммен әртүрлі қарым-қатынас жасайды. Бастығымен былай, басқамен былай деген сияқты. Ал енді кейбір адамдар болады дипломат. Ол қай жерде қалай сөйлеуді біледі. Мысалға достарының ортасында еркін ашық сөйлесіп отырған кезде, даже адамдарды таңдап, адамдардың психологиясын. Мысалға сіз журналистсіз бе? Сіз міндетті түрде, мысалға, адамдардың психологиясын жақсы білу керексіз. Менімен қалай сөйлесуді? Мысалға, келесі келген қонағыңызбен қалай сөйлесуді? Әрқайсына өзіңіз не табасыз? Подход табасыз. Бұл уже дипломаттық қарым-қатынас. Сондықтан бір-бірін шатасымен екіжүзділік ол жаман. Бірінші кезек сол адамның өзіне жаман. Ол былай айтқанда шынайы өмір сүрмейді. Ол өмір бойы қиналып өмір сүреді. Еуропада енді әлеуметтік жауапкершілік жоғары деңгейде екенін бәрімізге белгілі. Осы тұста сіздің ойыңызша қазақ қоғамының кескін келбетін айтып беріңізші, осы әлеуметтік жауапкершілік туралы. Әлеуметтік жауапкершілік адамның бойында қалыптаспас бұрын бірінші жеке басының жауапкершілігі қалыптасу керек. Жеке басының жауапкершілігі қалыптасқанда әлеуметтік жауапкершілік қалыптасады адам бойында. Жеке басының жауапкершілігі деген опять тағы да мынандай нәрседен басталады. Біз ұсақ нәрсеге мән бермейміз. Біз сондай бір үлкен нәрсеге ғана мән беретін адамбыз. Мысалға, бір нәрсені бүйтіп тастап кеттіңіз ба, лақтырдыңыз ба, бір нәрсе ол маңызды емес. Содан кейін біздер жаңағы жұрт не ойлайды, жұрт не дегенді көп айтамыз ғой. Біз жұрттың біздің керемет қылып, анау қарызға кіріп алып бейтіп жүргенімізді, керемет киініп, керемет келбетті ғана көрсеткіміз келеді. Ал біздің бір затты дұрыс орнына қоя алмайтынымызды, мысалға, табиғатты таза ұстайтынымызды, немесе бір нәрсе, немесе кезекте тұрған кезде өзімізді қалай ұстайтынымызды. Біз мына жұрт не ойлайды деп өзімізді әбден жұрттың баласы болып қалыптастырып алғаннан шаршайтынымызды, сондалық шаршайтынымыз, біз сол әлеуметтік ортада әлеуметтік жауапкершілік қажет жерде өзімізді көрсете алмай қаламыз. Ата-анада да сондай. Мысалға да ол айтады, жұрттың баласын қараш дегенмен қоса, неге анау жұрт бүйту керек? Неге менің балам сөйту керек деген естейді. Ана қоқысты неге менің балам көтеру керек? Көтерсін анау. Неге менің балам сөйту керек дегенді. Қарапайым дүниелерден адамның бойында әлеуметтік жауапкершілік, яғни әлеуметтік емес, өзіне жауапкершілік қалыптаспайды. Өзіне деген жауапкершілік қалыптасқан адам ұсақ нәрсені бағалай білгеннен басталады. Ұсақ нәрсені бағалай білген адам былай шире ойлай алатын болса, ешкімге алаңдамай, ешкімнің ойына байланбай, өз ойымен өсетін адам болатын болса, ол әлеуметтік жауапкершілікке жақсы келер. Содан кейін бізде мынандай нәрсе бар. Психологтар дамысын деп айтамыз, даму керек, өйткені бізде стресстік қоғам, біз эстафеталық өмірде өмір сүріп жатырмыз, қоғамда біздің өміріміз эстафетамен жүріп жатыр, кәдімгі, бүйтіп жанталасумен. Психологтар керек, сауатты психологтар керек, кабинетті психологтар керек, және үлкен Билл Гейтс айтады, мықты адамдардың өзі өмірлерінде айтады. Мен психологта 2 жыл емделгенмін, Абрамовичтің өзі, мысалы мен мынандай жыл. Психолог деген сөзбен психиатр сөзін шатастырудың қажеті жоқ. Психолог деген сөзбен психотерапевтті шатастырудың қажеті жоқ. 3 маман да керек адамға. Шизофрениктер қаншама бізде жүрген, мысалға да ешқандай қолында сарғағар жоқ. Сондықтан да бізде түсінік бар да қоғам. Өзім білем деген. Өзім білем, әкем білет, шешем білет, бізге не психолог керек деген сияқты. Керек. Біздің ондай ақылды, менің айтқан қанша ақпаратымды самаурынның қасында апа айта алмайды. Білмейді де. Түбін түсіне алмайды. Бірақ біз ойлаймыз, айта алады. Сондықтан сол өзім білем дегеннен кететін болсақ, әлеуметтік жауапкершілік пайда болады. Жақсы, Ғалияш ханым, енді уақыт тауып келгеніңізге көп алғыс білдіреміз. Кәдімгі әлеуметтік проблемаларды өне ойынан өткізгендей болдым. Жақсы, бүгін арайлап атқан таңыңыз шуақты, шапағатты болсын. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет, сізге де шақырғаныңызға көп. Құрметті көрермен, демалыстарыңыз пайдалы өтсін. Тек шуақты күндерде жүздескенше.